Қайырлы кеш достар. Бүгін тауық етінен және картоптан ерекше дәмді, әрі жеңіл, тез дайын болатын тағам түрімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге тауық еті және картоп керек болады. Тауықтың етін жуып, артық жерлерін алып, бәрін дайындап қойдым. Қазір үйде бар дәмдеуіштерімізді қосамыз. Тұзымызды, паприка, қара бұрыш барлығын қосып, біраз уақытқа қалдырып қойсаңыз жақсы болады, дәмі сіңіп. Қара бұрышымызды және бір ас қасықтай сұйық май. Барлығын жақсылап араластырамыз. Үнемі духовкада істегеннен гөрі осылай жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Мінекей осылай барлығын жақсылап араластырамыз. Біраз уақыт бұрын жасап қойсаңыз жақсы. Картопымызды қойдық. 1-2 ас қасық сұйық майға кішкене сармай қосамыз. Сарымсағымызды ортасына қойып, тауықтың етін осыған айналдырып қойып шығамыз. Осылай қойып шығамыз. Екі жағын сарғайғанша кезек пісіріп алатын боламыз. Келесі бетін аударамыз. Осылай қып-қызыл әдемі болып піседі. Дайын болды. Осы піскен тауықтарымызды алып аламыз ыдысымызға. Барлығын салып аламыз. Сарымсақты да алып тастаймыз ортасындағы. Осы майымызға жуамызды қуырамыз. Жақсылап сарғайғанша қуырып аламыз. Мінекей, енді жаңағы тауықтарымызды қайтадан үстіне орналастырып шығамыз. Барлығын салып алдық. Енді бір стаканға толмайтындай осыншалықты су құямыз. Су құйып 25-30 минутқа қалдырамыз. Қалыпты отта. Картопымыз дайын болды. Картоп езбесін дайындаймыз. Кішкене сармайымызды салып, аздаған сүт құйып, езбемізді дайындап қоямыз. Тұзды картопты пісіретін кезде қостым. Татымына қарай көрсеңіздер болады. Дайын болды. Мінекей, тәрелкемізге салып ұсынуымызға болады. Балаларға өте ұнады. Көкөніс қосуларыңызға болады қалауларыңызша. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.